Ертеде бір ауылда Айболат атты кекеш бала өмір сүріпті. Айболаттың сөйлегенде сөздері түсініксіз болып, кейде бір сөзді қайталаудан шаршап кететін еді. Бірақ ол ешқашан мұңаймайтын, үнемі күліп жүретін. Ауылда барлық бала оны жақсы көретін. Себебі Айболаттың жүрегі өте таза және жақсылыққа толы еді. Бір күні Айболат өзенге бара жатып, шөлден шаршаған бір қоянды кездестірді. Қоян әлсіз әрі қорқынышпен Айболатқа қарады. Айболат қоянның жағдайын түсініп, оған су алып келуге шешім қабылдады. Бірақ жолда Айболаттың сөйлеген сөздері қиындап, ол қоянға су алып келейін бе деп қайталай бастады. Қоян Айболаттың сөздерінен қорқып кетті, бірақ Айболаттың көздеріндегі мейірімділік пен жақсы ниетті көрген қоян оған сенді. Ол Айболаттың соңынан еріп бірге суға барды. Айболат су алып келіп қоянға берді. Қоян, сен менен қорқпа, сен менімен дос боласың ба? деп айтты. Бұл көріністі ауылға іс-сапармен келген тіл маманы логопед кісі байқап тұрды. Ол Айболаттың қасына келіп, оны өзіне жақындатып, былай деді. Айболат, мен сенің сөйлеу қиындықтарыңды байқадым, бірақ сенің тілің дұрыстап айту үшін ең алдымен дұрыс тыныс алу керек. Сөйлеу бұл тек сөздер емес, ол дұрыс тыныс алу мен денеңді дұрыс ұстай білуден басталады. Тыныс алу сөздерінің негізі. Егер сен деміңді дұрыс алсаң, сөздер де таза, әрі анық шығатын болады. Мен саған бірнеше жаттығу көрсетейін, ал сен мына айнаға қарап, осы жаттығуларды қайталай бер, сен бәрін дұрыс айта аласың, деп айтты. Бұл айна Айболаттың тілінің қалай сөйлетінін көрсететін керемет айна еді. Айболат күн сайын айна алдында жаттығу жасады. Бастапқыда сөздері қиындау шықты, бірақ оның жүрегіндегі сенім мен күш-жігері оған әрқашан көмек болды. Бірнеше айдан кейін Айболат өз сөздерді таза және дұрыс айтатын болды. Жаттығудың арқасында Айболаттың ең үлкен арманы орындалып, басқа балалармен бірге ашық, еркін сөйлесіп, ойын жеткізе алатын болды.